15-ші дәріс. Фотожурналист мамандығы бүгінгі жаһандану үрдісінде қажеттілік пе, әлде ескеру ме? Бүгінгі таңда әлемдегі ақпарат ағыны мен технологиялық өзгерістер қорқынышы артқан сайын фотожурналистиканың рөлі мен қажеттілігі туралы сұрақтар туындай бастады. Бұл презентацияда біз осы мамандықтың болашағын, жаһандану дәуіріндегі маңызын және жас мамандарға қойылатын талаптарды зерттейміз. Фотожурналистиканың тарихы сонау 19 ғасырдың ортасынан бастап алады. Ол кезде фотосуреттер алғаш рет ақпарат тарату құралы ретінде қолданыла бастады. Тарихи тұрғыдан фотожурналистер соғыс аймақтарынан, маңызды саяси оқиғалардан және қоғамдық өзгерістерден суреттер түсіріп, әлемге шынайы ақпарат жеткізуді шешуші рөл атқарды. Олар оқиғаның куәгері болып қана қоймай, көрерменге сол сәттің эмоциясын жеткізетін көпір бола білді. Қазіргі заманда фотожурналистика тек басылымдар мен теледидар үшін ғана емес, сонымен қатар онлайн платформалар мен әлеуметтік желілер үшін де маңызды. Бүгінгі фотожурналист тек сурет түсіріп қана қоймай, оның жылдам өңдеп, заманауи құралдар арқылы тарату қажеттілігін тап болады. Жаһандану дәуірі фотожурналистикаға жаңа мүмкіндіктер ашты. Ақпараттың жылдам таралуы әлемнің кез келген нүктесінен оқиғаларды жариялау және кең аудиторияға қол жеткізу арқылы. Дегенмен бұл үдерістің бірқатар қауіптері мен мүмкіндіктері бар. Бірінші кезекте мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ, мүмкіндіктері әлемдік аудиторияға шығу, жылдам ақпарат алмасу, технологиялық және инновацияларды қолдану арқылы жаңа мүмкіндіктер алу. Ал қауіптеріне келетін болсақ, жалған ақпараттардың таралуы, қарқынды жүре басталуы, авторлық құқықтардың бұзылуы, қауіпсіздік мәселелері, мысалы соғыс аймақтарында қатерлі болуы және де коммерциялық ұсыныстардың артуы. Дәстүрлі медиа деп отырғанымыз ол газеттер, журналдар, теледидарлар мен жаңа медиа, онлайн жаңалықтар, порталдар, блогтар, әлеуметтік желілер арасындағы айырмашылықтар фотожурналистің жұмысына айтарлықтай әсер ете бастады. Дәстүрлі медиада фотосуреттер баяу және мұқият іріктеліп, терең зерттеулермен бірге ұсынылса, жаңа медиа жылдамдық пен интерактивтілікті талап етеді. Дәстүрлі медиа жаңағы айтып өткенімізде газет, теледидар, журналдар болса, жоғары сапалы кәсіби суреттер шығарылуда. Ұзақ мерзімді жобалар мен зерттеулер басылымның стиліне сәйкестік. Ал жаңа медиа жеделдік пен актуалдылықты, әртүрлі форматтарды фото, видео, гиф секілді интерактивтік және аудиториялық байланысты арттыруда. Бүгінгі фотожурналистер осы екі ортада да жұмыс істей алуы керек. Әр платформаның ерекшеліктеріне ескере отырып, өз материалдарын бейімдей білуі қажет. Әлеуметтік медиа және азаматтық журналистиканың фотожурналистикаға ықпалы. Ол азаматтық репортаж, әлеуметтік желілер, ақпаратты тексеру және кәсіби фотожурналист деп бөліп алуымызға болады. Куәгерлердің фото бейнесі материалдары бұл азаматтық репортажға жатады. Ал әлеуметтік желілер жедел тарату және пікір алмасу арқылы жалғасады. Кәсіби фотожурналист тексерілген этикалық контентті тек қана жіберуі тиіс. Ақпаратты тексеру бұл жалған ақпараттың қауіптілігінен азайта алады. Бұл жағдайда біз бір жағынан ақпараттың таралуын жеделдетсек, екінші жағынан оның сенімділігі мен этикалық нормаларын қатысты сұрақтар туындатады. Фотожурналистер азаматтық журналистерден материалдарын тексеру және оларға сүйене кезінде аса мұқият болуы керек екенін айтады. Жасанды интеллект ол фотожурналистика саласында еніп, суреттерді өңдеу, талдау, тіпті жасау мүмкіндіктерін ұсынуда. Бұл технология уақытты үнемдеп, тиімділікті арттырғанымен бірқатар этикалық мәселелерді туындатады. Болашақта жасанды интеллект фотожурналистердің жұмысын жеңілдетуі мүмкін, бірақ суреттердің шынайылығы мен авторлық мәселелері үнемі бақылауда болуы тиіс. Фотожурналистердің басты міндеті ақиқатты жеткізу екенін ұмытпауымыз қажет. Фотожурналистің біліктілігіне қойылатын жаңа талаптар тек сурет емес, әңгіме айта білу, яғни визуалды баяндау. Суреттерге қарап, олардың оқиғаны толық баяндай алу және мультимедиалық дағдылар фото, видео, аудиторияны біріктіру арқылы және сыни ойлай алу, ақпарат
ақпаратты талдап және тексере алу, этикалық принциптерді ұмытпаған абзал. Ол әділдік және де авторлық құқықты қорғау өте маңызды екенін дәлелі. Заманауи фотожурналистке арналған құралдар мен технологиялар. Технологияның дамуы журналистердің жұмыс құралдарында өзгертіп жатыр. Қазіргі таңда фотожурналистер тек фотоаппаратпен ғана емес, сонымен қатар басқа да көптеген құралдармен жұмыс істей алуы қажет. Кестеде көріп тұрғанымыздай жоғары сапалы камералар секілді мобильді құрылғылар, дрондар, өңдеу бағдарламалары, спутниктік байланыстар өте қажет болып табылады. Ол алыс жерлерде ақпаратты жедел жіберуге спутниктер көмектессе, ал өңдеу бағдарламаларына Adobe Photoshop, Lightroom секілді құралдар көмектесе алады. Қазақстанда фотожурналистика саласы соңғы жылдары қарқынды дамып келеді. Еліміздің тарихи, мәдениеті, табиғаты мен қоғамдық өмірі фотожурналистер үшін бай материал ұсынады. Аймақтық және халықаралық іс-шаралар, экологиялық мәселелер, әлеуметтік өзгерістер бұл тақырыптардың барлығы визуалды баяндауды қажет етеді. Дегенмен қазақстандық фотожурналистиканың өзіндік ерекшеліктері де бар. Бұл саланың дамуына мемлекеттік қолдау, медиа сауаттылық деңгейі, сондай-ақ мамандардың жұмысы да технологияларға әсер етуде. Қорытындылай келе, фотожурналист мамандығы жаһандану дәуірінде өз маңызын жоғалтпайды. Керісінше жаңа формаларға еніп трансформацияланады. Технологиялық даму мен ақпараттық кеңістік өзгерістері осы салаға жаңа талаптар қойып, оны одан әрі дамытуда. Болашақ фотожурналистерден тек кәсіби суретке түсіру ғана емес, сонымен қатар сыни ойлау, этикалық ұстаным, мультимедиалық сауаттылық және әңгіме айту дағдыларды талап етіледі.